қыбылаға қарап отыру, қыбылаға жүзді бұрып отырудың өзі бір ғибадат болып есептеледі. Мысалға біз дұға қылсақ, Алладан тілейтін болсақ, өзімізге сұраймыз ғой Алла Тағаладан. Осы Алла Тағаладан қол жайып, дұға жасап, Алладан тілегенімізде біз қыбылаға қарап отырып, қыбылаға қарап тұрып сұрауымыз бұл әдепке жатады. Қыбылаға арқамызбен қарап тұрып дұға жасаудан гөрі қыбылаға қарап осындай жүзімізді бұрып ниеттеніп, онда ол толық біздің дұғамыздың қабыл болуына бір себеп болады. Мысалға тәрет алған кезде де қыбылаға қарап тәрет алу ол да сауап болады, ол әдеп болады, ол дұрыс болады. Енді кейбір жайларда, кейбір мешіттерде әрине жаңа қыбылаға қарап отыра алмайсың, бірақ сонда да өзің ниет қыласың. Ол жерде болады енді. Жалпы мүмкіндік болған жерде жаңағы тәрет алғанда, дұға қылғанда соны міндеттеу керек та, адам өзі соны бір қағида, соны бір амал ету керек. Сол сияқты мешітке келген адам, құлшылық жасайын деп келген адам, сол қыбылаға қарап отырудың өзі бір ғибадат. Жай отырды, ол бір ғибадаттың несі, ол сауап қыбылаға қарап отыру. Ал енді әрине кейде байқап қаламыз, жамағаттарда, адамдарда жаңа айтып жатады, аяқтарын созып отырады қыбылаға, арқасымен қарап отырады. Кейбір азаматтар енді байқап қаламыз, қолына жаңа Құран кітабын алады да, бірақ арқасын қыбылаға қаратып отырады, сүйеніп отырады. Енді ол түсінуге болады, кейбір адамдардың бел ауруы мүмкін, үзір дейді. Онда болады енді, бірақ енді дегенмен де арқаңмен қыбылаға қарап отырғаннан гөрі жаныңмен қыбылаға қарап отырған кішкене дұрысырақ, абзалырақ болады да енді. Арқамен тұру ықылассыздықты білдіреді да. Қыбылаға қарап дұға жасау, тәрет алу, әрине намазда, мешітте қыбылаға қарап бүйтіп отыру, бұл Аллаға деген өзіңнің ниетіңді, ықыласыңды Құдайға деген білдіру. Сен менің жаратушымсың, Раббымсың, мен сенің құлымын деген мағынада, сондай ниетпен.